Саламатсыздар ма? Мен Маржан Қуанышқызы, мамандығым химик-технолог, Қазақ технология және бизнес университетінің ғылыми қызметкерімін. Маржан Қуанышқызы, қазір дүкен сөрелерінде сыймай тұрған тұрмыстық химия заттарының зиянды әсері жайлы айтып берсеңіз. Тұрмыстық химия өнімдері өте түрі көп. Ең бастысы, тұрмыстық химия өнімдерін алмас бұрын оның құрамын оқу керек. Мысалы, онда былай деп жазылады. АПАФ ол анионды паф деген сөз. Ол анионды беттік белсенді зат. ПАФ орысшасы ғой, поверхностное вещество, қазақшасы беттік белсенді зат, соның активті түрі. Анионды беттік белсенді зат аты айтып тұрғандай өте активті болады. Оның ең бірінші қызметі киімдегі кірді ерітіп, соны кетіре алады. Бірақ оның зиянды жағы ол киімнен нашар шайылады. Әсіресе көбінесе мына өндірушілер анионный паф қымбат өнім, оны арзандату үшін, өзінің құнын өнімнің арзандату үшін анионный пафты азырақ қосады да, фосфат өнімдерін қосады. Триполифосфат, фосфорный қышқылы дейді, басқасы сол фосфат өнімдерін қосып, сөйтіп анионный беттік белсенді заттың активтігін онан да арттырады. Бұл несімен қауіпті? Анионный беттік белсенді зат ол ұзын полимер ғой. Сол полимерлерді фосфат иондары ашып жібереді, бос радикалдар пайда болады. Сол бос радикалдар киімнің талшықтарына оратылып қалады. Оратылып қалған анионды паф жуылуы өте қиын, жуылмайды. Сол киімнің талшықтарында қалып, әрі қарай біз ол киімді киеміз ғой. Ол адамның терлейді, әсіресе балалар, адамның терісіне өтеді. Терісінің, яғни поралары арқылы адам организміне өтеді. Әрі қарай қан арқылы біздің бауырымызға, бүйрегімізге, басқа да ішкі ағзаларымызға әсер етіп, оның бұзылуына себеп болады. Сондықтан өнімді сатып алмас бұрын біріншіден оқу керек. Анионный паф міндетті түрде болады. Ең басты материалдың бірі болып табылады. Бірақ анионный паф болған жерде құрамында фосфат иондары бар өнім болмауы керек. Сол жағына ең басты көңіл бөлу керек. Сонан кейін киімді шайған кезде міндетті түрде қазіргі шайылатын өнімдер көп қой, соларды пайдаланған дұрыс. Бұның ең басты себебі киімді шайылатын өнімдердің құрамында катионды паф болады. Бұл анионный пафқа қарама-қарсы беттік белсенді зат болып табылады. Анионный пафтың нашар әсерлерін бейтараптандырады. Орысша айтқанда нейтрализация жасайды. Сондықтан анионный паф құрамында бар өнімдермен киімді жусаңыздар, міндетті түрде шаятын өнімдерді пайдаланған дұрыс.